қажетті заттарды біз астымыздан, ішімізден, астымыздан аламыз. Ендеше бүгінгі сабағымызда осы тамақтану туралы сөз қозғамақпыз. Қазір бүгінгі жұмысымызды 3 топпен бөлініп жұмыс жасаймыз. Сендер қай топсыңдар? Дәрумендер тобы. Дәрумендер неден алынады? Көрсете ғой. Жеміс-жидектен алынады. Жақсы. Екінші топ, сендер қандай топсыңдар? Көкөністер тобы. Көкөністер қандай болады? Нелер жасалудан? Көрсете ғой. Көкөністерді салаттан жасалып кеткен. Сендердің топтары? Сусындар тобы. Сусынның қандай түрлері бар? Иә, көрсете ғой, қандай? Айран, қымыз, шұбат, тағы қандай сусындарды білесіңдер? Апельсиннен жасалынады, алмадан, қызанақтан, сәбіз қазақша, сәбізден, ананастан, жақсы. Жеміс-жидектерден жасалынатын сусындар. Жақсы. Қайда бар? Қазір топтық жұмыс ретінде сендерге мынандай тапсырма бергім келіп тұр. Бірінші, дәрумендер тобына сендерге мына суреттерге назар аударасыңдар. Бұл суреттердің атауын атайсыңдар. Содан кейін қандай тағамдардың құрамында ақуыз белок бар екен, соны айтып шығасыңдар. Келесі көкөністер тобы. Сендерде суреттегі тағамдардың аттарын атайсыңдар. Қандай тағамдардың құрамында май бар? Ол не үшін қажет? Пайдасын айтасыңдар. Қане кірісеміз бәріміз, топтық жұмыс. Келесі сусындар тобы сендерге мына суреттерге назар аударасыңдар. Суретте қандай тағамдар аталған, атауын атайсыңдар. Қандай тағамдардың құрамында көмір сулар бар? Ол не үшін қажет? Ал, кірісеміз. Жұмыртқа, бұршақ, балық, тауық еті. Тағамның құрамында ақуыз жеткілікті болса, сен тез өсесің. Яғни, мынау аталған осы тағамдарда ақуыздар бар екен. Отыра ғой, жақсы, рахмет. Ақуыз деп отырғаным орысша айтқанда биология, ақуыздар, яғни сүттен жасалынған өнімдерде өте көп бар екен. Ірімшік, сүт, айран, ірімшік, сонымен қатар балықта, бұршақта, тауық етінде белок өте көп. А белок не үшін керек екен? Не үшін керек екен? Тағамның құрамында егер ақуыз жеткілікті болса, сен тез өсесің. Жақсы. Екінші, келесі көкөністер тобы айта ғой. Көкөністер тобы. Ірімшік, сары май, қаймақ, жаңғақ, сумай. Май бірден ағзамызға мол күш қуат береді. Жақсы. Бұл берген тағамдарда көп майлар бар екен. Ал майлардың, мысалы, тағамдағы май не үшін қажет бізге? Бізге не үшін қажет екен? Май біздің ағзамызға мол күш қуат береді. Біз күнде қимылдаймыз, қозғаламыз, жүгіреміз, секіреміз, қимыл қозғалыста боламыз үнемі. Осы біздің күш қуатымыздың барлығы таусылып қалмас үшін күнделікті тағамымыздан осыны аламыз біз. Жақсы, келесі сусындар тобы. Сусындар тобы нан, қант, сұрағыңды оқи ғой, мына жерге қойып қарап көрсетуге болады. Жақсы. Қандай тағамдардың құрамында? Көмір сулар бар. Қант, нан, қабат, картоп, қияр, қызанақ, алман, банан, алмұрт, кеспе. Ағзада көмір су қоры көп болған сайын адам шыдамды келеді. Яғни осы көрсетілген суреттегі тағамдардың құрамында көмір су бар екен. Ал көмір су не үшін керек? Ол
яғни организмде көп болған сайын шыдамды келеді. Не нәрсеге шыдамды боламыз мысалы? Суыққа, ыстыққа, тағы түрлі ауруларға шыдамды боламыз. Иммунитетіміз жоғары болады. Жақсы отыра бар. Енді қазір оқулықтың 59-шы бетін ашайық. 59-шы бетін ашайық. Енді бастай ғой. Денсаулық пен ақыл ойымыздың жақсы жетілуі үшін дұрыс тамақтана білуіміз керек. Яғни жаңа айттық, ақуыз май және көмір судан тұрады дедік. Енді сүт тағамдарында оқылды. Біздің тағамымыздың құрамы ағзалы. Осы дәрумендер ағзамызға қажет болғандықтан үнемі күнделікті пайдалануымыз керек. Енді қараңдар, жаңағы айтылған түрлі тағамдарда, жеміс-жидектерде, көкөністерде, мынау біздің ішетін шырында, жаңағы айран, қымыз, шұбат, түрлі жемістерден жасалған сусындарда сорпа ішу керек, ол да сусын. Енді қараңдар, А дәрумені мысалы көздің көруін жақсартады. Б дәрумені ағзаны нығайтып, күш-қуат береді. С дәрумені иммунитетті көтеріп, ауруға қарсы тұрады. Д дәрумені сүйекті қатайтады. Е дәрумені жетіспеген кезде шаш сиреп, шашаңқылық пайда болады екен. Терінің қартаюы тез адам қартайып кетеді, егер де осы витамин Е витамин жетіспесе. Ал біздің ағзамыз осының барлығына төзімді болу үшін, мықты болу үшін ендеше не істеуіміз керек екен? Дұрыс тамақтануымыз керек. Және жеміс-жидектерді күнделікті көп пайдалану керек. Енді қазір жұптық тапсырма ретінде мен мынандай тапсырма бергім келіп тұр. Қазір екеуден, мына балалар екеуін, Айдан Іңкәр екеуіне, сен екеуіңе, мына Кәусар сен ала ғой. Мына сұрақтарға жауап беруге тез. Екеуіңе біреу, сен екеуіңе біреу, сен екеуіңе біреу. Сұрақтарға тез жауап беруге дайындалайық. Егер кім дайын болса, қолын көтерсін. Жемістерде не жасалынады? Есіңе түсір. Компот, тосап, йогурт. Тосап деген варенье, жақсы. Мына топта көрейік. Түскі тамаққа қандай тамақ түрін таңдайсың? Қандай тамақ түрін таңдайсың? Не жегің келеді түскі асқа? Сорпа, тағы. Шұбат? Шұбат ішкісі келеді екен. Тағы? Айран. Сен? Қуырдақ неден дайындалады? Қуырдақ неден дайындалады? Еттен. Қандай еттен? Сиыр етінен? Қойдың етінен? Дайындалады. Жақсы. Жақсы, ауылдан оқыны Кәусар Айданды алайда ғой. Берген суреттерді өз орнына жапсыру керексің. Жемістер, көкөністер, жидектер. Келесі сендерге тағам түрлерін, ет, сүт, ұнды дақылдар. Мына керекті суреттерді өзінің орнына жапсырып шығуларың керек. Түрлері пайдалы сусындар, зиянды сусындар. Мына жерден керекті суреттерді алып,
ет. Ненің суретін жақсырдың, айта ғой? Ненің суреттерін жақсырдың? Ненің суреттерін жақсырдың? Еттен жасалынған тағамдардың суретін жақсырдың. Келесі сүт өнімінде. Süt önümünde kır, Дұрыс па? Жақсы. ırmışık, may, Ол ненің суреті? tort, Тортты қайда жақсыру керек еді? Ұннан жасалынатын тағамға жақсыру керек еді. Жақсы. Келесі. Ұннан жасалынатын тағамдар. bağırsak, Бауырсақ, нан, түрлі. Не нәрселер ол? Печенье, түрлі тәттілер. Ұннан жасалынатын түрлі тәттілер. Жауабы дұрыс па? Қателік болды, иә? Ал, қалай бағалай? Егер де дұрыс болса, жасылды көтеруіміз керек. Жауабы бір қатесі болды, иә? Жақсы отырамын. Айша, сенің қайдалы сусын түрлері бар, сусынге? Пайдалы сусындарға жатады. Неден жасалынған? Сок неден жасалынған? Алма, Жемістен жасалынған, иә? қымыз, Қымыз. айран, түрлі шырындар, зиянды сусындар, кола, Энергетикалық энергетикалық сусындар. жасалады. Сосын кейін түрлі бояулар. Өйткені аз тамақ жеуге болмайды. адам қозғалмайды. Бірден тамаққа тойып алып жатқаннан кейін, қозғалмағаннан кейін ол ас қорытылмайды. Ас қорытылмағаннан кейін адам ұйықтай алмайды. Жақсы. Тамақтан бұрын тәттілерді көп же. Неліктен? Тісті құртап жақсы тағы. Тәттіні жеп алғаннан кейін тәбеті, тамақ ішуге тәбеті болмай қалады. Жақсы. Сүт, жемістер мен көкөністер біздің денсаулығымызды құртады. Жоқ, керісінше ол Бізге пайдалы. өте бізге пайдалы. Тамақты ішіп болған соң рахмет айт. Айтамыз ба? Асханаға барғанда айтамыз деп. Жақсы. Енді тақтадағы тамақтану пирамидасына назар аударайық. Мына пирамидадағы берілген тағамдар, осыларды зерттеп көрейік. Қайсысы пайдалы, қайсысы бізге қажет деп ойлайсыңдар? Қайсысын көбірек пайдалану керек? Ет, балық. Бірінші, өсімдік майы, сары май, тұз, қант, тәттілер. Қандай тағамдарды берді? Мысалы, тәттілер, қанттар, кәмпиттер, түрлі пирожныйлар дейміз ғой, тәттілерде, сосын кейін. Ал, осының ішінде қайсысын көп пайдаланбау керек? Қайсысын көп пайдаланбау? Қолымызды көтерейік. Қант, тәттілер. Мысалы, қантты, кәмпитті қалай пайдалану керек деп ойлайсыңдар? Оларды көп ішпеу керек. Көп ішпеу керек, көп жемеу керек, иә? Жақсы. Ет, балық, жұмыртқа, сүт өнімдері. Жаңа айтты қыз, тауық еттерінде бар, балықта бар, жұмыртқада бар, сүтте, яғни сүт өнімдеріне жасалынатын тағамдарда, ірімшікте бар деді. Ал, осының пайдасы бар ма? Пайдалану керекпіз ба күнделікті өмірде? Керек. Келесі, жеміс жидектер. Жаңа айттық. Пайдасы бар ма? Пайдалану керек па, жоқ әлде аз мөлшерде пайдалану керек па? Көп мөлшерде пайдалануымыз керек. Нан және сүт ботқасы. Бар ма пайдасы, қажеті? Әрине бар. Жақсы. Яғни пайдалы тағамдар, зиянды тағамдар.
Енді қараңдаршы, жаңа айтып жатырмыз, адам ағзасына пайдалы тағамдар адамның көңіл-күйін көтереді. Адамға не береді? Күш-қуат береді. Тағы денсаулығы мықты болады дедік. Ондай адам қандай болып жүреді? Денсаулығы күшті, мықты, күш-қуаты тасыған адам қандай болып жүреді деп ойлайсың? Көңілді болып жүреді, күн көзінде жарқырап, көңілді болып жүреді. Егер де бір жері ауыратын болса, сырқаттанған болса, ашуланып, қабағы түйіліп, көңіл күйі болмайды. Бұлттанып тұрған сияқты. Енді қараңдар, бүгінгі сабағымызда егер де сен өзіңді қалай сезінсең, мына жерде күн менен бұлттың суреті бар. Өзіңді сен қалай сезінесің? Егер де күндей жарқыраған, күш-қуаты тасыған, жақсы сезінсең, күннің қасына келейік. Егер де сенің денсаулығың болмаса, дұрыс тамақтанбаймын, мен бұған келіспеймін, маған мысалы түрлі газдалған сусындар керек, түрлі тез жасалынатын пицца тағамдарымен пайдаланғым келеді десең, онда бұлтқа келіңдер. Ал, келейік.